Ассалаумағалейкум жамағат. Күні бойы түрлі тіршіліктің қамымен болып соткаға қарамап екен, әсіресе WhatsApp'ты ашпаған екен. WhatsApp'ты кеште үйге келіп аштым. Өзіме бірнеше кісіден ұқсас бір видео келген. Видеодағы нәрсе Қайрат Дәуітқұлы деген кісіменен мына немененің Нұрхан Сұлтанбай ағамыздың диалогы екен. Тыңдап шықтым. Сіздердің қойған сұрауларыңызды да көрдім. Сіздердің қойған сұрауларыңызбенен ана диалогтағы сұрау бірдей екеуі. Қайрат Дәуітқұлының сұрағы бірдей сұрақ сіздердің қойған сұрауларыңызбен. Әсіресе бірінші сұрауларыңыз, сіздер шынымен де неге бармадыңыздар деген сұрауларыңыз өте ұқсап кетті. Содан кейін мен жауап бере кетейін деп едім. Дедім, негізі бұны Сұлтанбай аға сіздерге толық жауап беріп кетті, егер тыңдаған болсаңыздар. Бірақ кішкене қайталану бар, одан кейін кішкене ол кісі абыржыған болса керек, өйткені жасы келіп қалған адам, анандай кішкене жекпе-жекке шақырған сияқты мынандай сөйлеген болғаннан кейін ол кісіге кішкене ерсі көрінген болса керек, кішкене давлениесі ұстағанда шығар, кім біледі, кішкене шашылып кетті сөз. Сонысы болмаса өте дұрыс жауап берген. Мен қолдаймын, осыны дұрыс сөйлеп отыр. Қорғаймын да. Енді мен де жауап бере кетейін, сіздер сұраған соң. Біз неге бармадық? Жауабымыз да ұқсас, сұрақтарыңыз ұқсас болған соң. Қайрат шынымен де өте танымал адам емес. Ол кісі анау Нұрхан Сұлтанбай ағамыз айтқандай, ол бір анау Мұхтар Шаханов сияқты, болмаса мына кім сияқты, ана Қасен Қожахмет сияқты, болмаса ана Серік кім, Рысбек Сәрсенбай сияқты, Балташ Тұрсынбай сияқты, болмаса басқа мынау Серікболсын Әбділдин деген сияқты үлкен мемлекеттік деңгейдегі үлкен мемлекеттік қайраткерлер емес. Бұл кісі бір қоғамдық ұйымның жетекшісі екен. Ұлт болашағы деген қоғамдық қозғалыстың. Ал бұл қоғамдық қозғалыстан және ол тіркелмеген екен естілерге қарағанда. Сол сияқты қарапайым бір қоғамдық қозғалыстың несі екен. Бұл қоғамдық қозғалыстың төрағасы болғаннан кейін бұл кісі енді үлкен бір қимылдар ұйымдастырмағанда шығар, өзі де жас шығар, мүмкін біз ол кісіні танымаймыз. Мүмкін ұйымдастырса ұйымдастырған шығар, біз хабарсыз болған шығармыз. Жалпы үлкен мемлекетті ықпалды тұлға болмағаннан кейін бұл кісі бұл басқосуды ұйымдастырды. Ұйымдастырғаннан кейін бұның соңы қалай болады деген сияқты түрлі нәрселерді біз де ойласамыз ғой. Біз ол кісі өзінің сол басқосуға шақырған кезде видеосында жариялапты өзінің шақыратын адамдардың, ол адамдардың құрамын. Ол адамдардың құрамын да біз қарадық. Қарап содан саралай келе, ақылдаса келе біз бармауды шештік. Неге? Ең алдымен бұл кісі бұның соңына ие бола алмай қалуы мүмкін. Жаңағы Нұрхан Сұлтанбай ағамызбен болған диалогтың өзінде бұл кісі жекпе-жекке шақырып отыр. Ал біз танымай тұрып, бұл кісіні танымай тұрған кезде біз бұл кісінің сондай ие бола алатын адам ба, ие бола алмайтын адам ба дегенге алдымен талдау жасадық. Барған соң төбелес шығып кетсе не болады? Әрине біз қорықпаймыз, бас жарылуы мүмкін, қол сынуы мүмкін. Бірақ басты жаратын кез болады, қолды сындыратын кез болады, соған тұратын оқиға болады. Біз Қытайдағы қазақтың мүддесін қорғаймыз деп мына жақта келіп алып бір-бірімізбен жақ болып қырық пышақ болып жатсақ, кімге абырой алып береді? Қытайдан келген қазаққа абырой алып бере ме бұл? Қытайдан келген қазақ емес, жалпы оралман атаулыға, тіпті жалпы қазаққа ешқандай абырой алып бермейді. Бұл Қытайлар әрбірден кейін бұны еститін болса көтін ашып күлуі мүмкін бізге. Міне қазақтар бүйтіп жатыр. Қазақтарды бүйтіп қуыршақ қылып жібердік біз, маймыл қылып жібердік деуі мүмкін. Біз ол кісі шақырғаннан кейін осы нәрсені ақылдастық. Бекзатпен ақылдастым мен, тіпті Серікжанның өзіне де хабарластым. Ол кісі сразу отказ берді Серікжан. Өйткені ол кісі айтты, қапар сен білесің, мен 3 айға дейін Алматыдан шықпаймын, 7 жылға дейін ешқандай саяси нәрселерді көтеруге, әсіресе Қытай мәселесін көтеруге аузым жабылған адам, сондықтан мен ол жерге барам, ол жерде қалай да Қытай мәселесі болады, сондықтан мен арандаймын. Сондықтан мен бармаймын деді, ол кісі телефон жапты. Біз қалған нәрсені ата жұрттағы басқа жігітті басқа мүшелермен ақылдастық. Ақылдаса келе бармауды шештік. Оның ішінде Нұрхан Сұлтанбай ағаға да шамасымен звондадым ау дейді. Бармауды шешу себебімізді жоғарыда айтып өтіп кеттім. Енді ол кісінің қосымша бір жауап бере кетейін. Мынау ұлт неменеге
Қытайшылдар дегендер кімдер деп қайта сұрақ қойып, соған жауап беріңдерші деп. Қытайшылдар деген кімдер? Бірінші, қытайшылдар өзін хуачаумыз деп айтатындар. Хуачау деген не? Қытай диаспорасы, Қазақстанның Қытайдың Қазақстандағы диаспоралары деген сөз. Қытайдың заңы бойынша Қытайдың диаспоралары болып қытайлар есептеледі. Ал біздің Қазақстанда өзі Қазақстанның азаматы бола отырып, Қытай диаспорасымыз деп өздерін солай атап, Қытайдың экономикалық игілігін игіліктеніп, кейбір тиімділік саясаттарының пайдасын көріп жүрген адамдар бар. Бұлар бір қарағанда сол бір саясаттан, тиімділіктен пайда көрген сияқты болғанмен, бұның қазаққа ешқандай зияны, басқаға ешқандай жалалы тимеген сияқты болғанмен, аузың жабылады ғой Қытайдың алдында. Қытайдың қарсысын ұстатқан соң. Және Қытайдың қарсысын істеген соң, сен соның кейбір бұйымтайларын орындауыңа тура келеді ғой. И орындап та жүр ондай адамдар. Сондықтан біз бұндай адамдарды Қытайшыл дейміз. Бұл бірінші. Екіншісі, ұлт мүддесінен, жалпы қазақтың ұлтының мүддесінен Қытай мүддесін жоғары қоятын, немесе өзінің жеке басының экономикалық мүддесін жоғары қоятын. Екінің бірінде Қытайдағы жағдай болып жатқан жағдайды, ол Қытайдағы болып жатқан ұлттық азшылық ұлттарды кемсіту, діни араздықты қоздыру, мысалы экстремистен жала жауып, мынау басқа діндерге, мұсылмандарға көрсетіп жатқан қысымды жасырып жабу жағында болу, лагерлерді жасырып жабу, Қытайда болып жатқан қазақтың қорлығын, ондағы қазақтардың мұң зарын айтқан адамдарды албаты қаралайтын адамдар, немесе оны жоққа шығаруға тырысатын адамдар, екінің бірінде Қытайда бәрі жақсы, бәрі керемет деп жаңағын әшкерелеген, Қытайдан жылап сықтап келген, Қытайда бала шағасы қалып қалған, туған туысқаны, әке шешесі қалып қалған, әйелі қалып қалған, немесе күйеуі қалып қалған сияқты адамдар өздерінің зар мұңын айтып жылап сықтаса, солардың көз жасын сүртіп қиыншылығына ортақ болғанның орнына соған ортақ болған адамдарды жалалап, олардың аяғынан шалып, олардың үстіне кедергі жасап, оларға қара жағып, оларды янаттап, оларды немене қылып жүрген адамдар, сотқа сүйреп жүрген адамдар, бұлар да қытайшылдар. Өйткені бұлар Қытайдың мүддесін қорғап отыр. Үшіншісі Қытай елшілігін қорғау ұйымы деген ұйымдарға мүше болып жүрген адамдар. Айдың күннің аманында Қытай елшілігін қорғаудың не керегі бар? Қазақстанның ішкі істер министрлігі өзі қорғайды емес пе? Қазақстанның ішкі істер министрлігінің елшіліктерді қорғау деген арнаулы құрамы бар ғой, елшіліктерді қорғайтын. Солар қорғайды емес пе? Оны неге қорғау керек? Қорғаудың үстіне қорғаудың не керегі бар? Сонда қазаққа сондай сенбей отыр ма? Демек, Қытай Қазақстанды 26 дүниедегі қауіпті елдің ішіндегі ең бірінші қауіпті елдің қатарына қойғандығын бұлар мойындап отыр, немесе сол үшін қызмет істеп отыр деген сөз. Демек, Қытайшыл ма, Қытайшыл емес пе? Қазақстаннан сол Қытайға қандай қауіп төніп тұр? Біздің президентіміздің өзі айтып отыр ғой, Қытайдан, елбасының өзі, Қытайдай осындай ұлы көршіні бізге берген Құдайға рахмет деген сияқты. Елбасы айтты ма, Тоқаев айтты ма, біреу сәл ұмытып қалыптым, кешіріңіздер өткенде. Кезінде Дүкен Мәсімханов ағамыз айтты осыны. Төртіншісі, ел болашағын қазақ ұлттың мемлекетінің ұлттық стратегиялық мүддесін сырып қойып, белгілі бір кезеңдік экономикалық қиыншылықтар мен кезеңдік проблемаларды шешіп алып, саяси ұпай жинау үшін Қытайдың қаржылық тиімділігінен болмаса экономикалық ықпалынан пайдалану арқылы өздерінің жеке басының ар-абыройын, үстемдігін көтеру, өздерінің мәртебесін көтеруге талпыну, Қазақстанның стратегиялық мүддесін Қытайдың стратегиялық мүддесіне жығып беріп жүрген адамдар, бұлар да Қытайшылдар. Үшінші, тағы бір сұрақ бар екен, ту жайлы. Туды неге сөйтіп айтты, анау көкдан балға теңеді дейді. Бұл енді Серікжанның жансыз жерінен салынған пышақ. Ең жанды жері, буынсыз жерден салған пышақ. Серікжанның бауырына тіке салған пышақ деп айтуға болады. Мен жауап бере кетейін, Серікжан жауап бере алмайды. Егер Серікжанның жауап беру мүмкіндігі болса, саясатқа шығу мүмкіндігі болса, бұған әлдеқайда жауап беріп жіберетін еді. Серікжан пайғамбар емес. Одан кейін
Екінің бірінде Серікжан ойланып алып, әбден сөзді пісіріп алып, жазып алып сөйлемейді. Ол кісі мен сияқты тіке сөйлейді. Мен де тіке сөйлеймін, жазып алып сөйлемеймін ешқашан. Тіке сөйлеп жатқанда адамда кейде аптығу болады, кейде ойдың бөлінуі болады сөйлеп жатқанда. Алдыңдағы адамдар сөзіңді бөледі, қимыл қозғалыстағы адамдар сөзіңді бөледі, ойың шашырайды. Кейде сондай бір сөздер сөзіңді бұлып кетеді, сөзің шала шығып қалады, немесе қатты кетуі мүмкін, төмен кетуі мүмкін. Серікжанды ақтағаным емес, енді шындығында да сондай жағдай болады бұл енді, кімде болса да. Серікжан пайғамбар емес деп айттым ғой. Серікжанның, мен ойлаймын, Серікжан бұл жерде айтпақшы болғаны, көкту жайлы қаншама жыр жазып, өлең жазған ақындар, жазушылар, композиторлар, неге үнсіз қалдыңдар? Көктудың көкдан бал құрлы құны қалмады ғой деп айтпақшы Серікжан бұл жерде. Сендер көктуды көтеріп жазғанда қаншама жазасыңдар? Десе көктуды желбіретіп. Бірақ сол көктудың желбіреген жазып жүрген ақындарымыз кеше Қытай компаниясында жұмыс істеп жалалы болған адамдардың сотталып кеткенде қай жақта болды? Серікжан бұны көріп отыр ғой, біліп отыр ғой. Енді тойға барған жерінде сөйлейді. Қазір Серікжанның кәсібіне айналды. Бата жасайды, ауызға түкіреді дейтін бір кәсіп болды. Енді жұртшылық шақырғаннан кейін ол да елдің құрметі. Серікжан бұл құрметке лайық та. Енді ол жерге барғанда аузын буып алмайды ғой, үндемей. Бірде жоғары, бірде төмен сондай сөз болып шығатын шығар. Серікжан үшін мен кешірім сұраймын осы сөз үшін. Серікжан үшін мен кешірім сұраймын, кешіріңіздер. Бірақ Серікжан да мүмкін өзі бір күн кешірім сұрап алатын шығар осыған. Айтпақшы ойым мынау еді деп. Бұл жерде қалайда тырнақ астынан кіргізіп, қалайда Серікжанның аузын аңдып, қай жерден жаңылады екен, қай жерден жығылады екен деп осы күтіп, аяғын аңдып осы. Тура астына шамы, Серікжанның соңына шамалып түскен адамдардың қылығы деп ойлаймын бұндай айту. Болмаса адам пендесінің өмірінде қате сөйлеу, жаңылып сөйлеу деген көп болады. Ел басқарған адамдарда болады, президенттерде де болады ондай сөз. Тіпті пайғамбарлардың өздері айтады ғой, біздің сөзімізде осындай сөзімізден кемшілік кетті. Сондықтан Құдай бізді осындай жазалады. Біз сондықтан Құдай алдында кешірім сұрауымыз керек деп Құдайға жығылатын кездер болады ғой. Құдайдың, Алланың ұлылығына жығылатын кездер болады ғой. Бұл да сондай нәрсе. Ол пенде Серікжан. Жай бір пенде. Тек қана аздап таланты бар, аздап жүрегі бар, батыр жігіт.